Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бір қамырдан екі түрлі хачапури дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызға жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін жылы су құямыз. Жылы сүт құямыз. Бір ас қасық шекер саламыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Одан кейін аштығымызды салып, бөлме температурасындағы майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ешқандай артық ұн қоспайсыздар. Осы ұн жеткілікті, жұмсақ қамыр шығу керек. Біз қамырымыз дайын. Енді осы қамырды табамызға салып, бетіне аздап май құямыз. Қимай қойсаңыздар да болады. Осы қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін менде осылай қамырым көтерілді. Осыны алып 3 бөлікке бөлеміз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Осылай жайып алдым. Қатты жұқа қылып жаймаймын. Бауырсақтың қамыр ұқсатып жайып аламын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Енді сырларымызды теркадан өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін 3 бөлікке бөліп, екеуін осылай домалақтап қойдым. Жайылған қамырымызға біреуін салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жан-жағын бүктеп шықтым. Сыр ақ кетпейтіндей осылай жақсылап қысып, бүктеп, кейін қайтадан жаятын боламыз. Бұл бірінші түрі, екінші түрін тағы да көрсететін боламын. Достар, егер менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Екінші жайылған қамырдың шетіне сырды қойып, видеода көріп тұрғандарыңыздай бүктеп шығасыздар. Осылай қайық тәріздес етіп, сопақша алып бүктеп аласыздар. Дайын болған қамырымызды табамызға салып, тағы да үстінен сыр сеуіп шығамыз. Осылай молырақ сеуе бересіздер. Бетіне осылай жұмыртқаны жағып шығамыз. Әсемдік үшін тағы да бетіне аздап сыр сеуіп шықтым. Енді қызып тұрған пешімізді 200-220 градусқа 15-13 минут қойып аласыздар. Осылай аздап тесіп қойдым бетін. Біздің хачапурimiz пісіп шықты. Енді қайық тәріздес хачапуридің бетіне бір жұмыртқаны салып, тағы да 1-2 минутқа пешімізге қойып аламыз. Осымен дайын. Дайын болған хачапуримizдің бетіне сары майдан осылай жағып шықтым. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.